Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Пияздың қабығы Е, В, С, Пи дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққаннан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді. Сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз. Суық тигізуден сақтанасыз. Тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткеннен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 2-1 ас қасық бақпақ тамырын және 2-1 ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Дендеріңіз сау болсын.